Meni кешіріңдер, осындай керемет махаббаттың ортасына түсіп, өзімді жаман сезініп тұрмын. Ештеңе етпейді, өмір болғаннан кейін бәрі болады. Жанаділ Дананың телефонын алып, әрі қарай таныстық жалғастырмақшы. Дана да қарсы емес. Екеуі бір-бірін ұнатып қалған сияқты. Айша көйлегін ауыстыруға кетіп бара жатып, екі адамның сөйлесіп тұрғандарын байқады. Бұл Сая мен Кенжебек екен. Жаным, байқаймын, сен Арманмен қатты жақындасып кетіпсің. Жақында той деген сөздерді құлағым шалды. Бұл қалай? Кенже, өзің де білесің, менің онымен шынайы жүрмегенімді. Алаңдамашы. Жақында ол маған ұсыныс жасап, көлік сыйлады. Соны өзіме аударып алайын, сосын бір себептер табамын. Ол маған ессіз ғашық, жағдайымызды жасап алайық, кейін екеуміз бірге Анталияға барып, бақытты боламыз. Мені қойшы, сенші, билерің тіпті ерекше. Раяны ұнатып қалып жүрме, мен сені кешірмеймін. Ой, сен де бір. Ол менің таңдауымдағы қыз емес, сен ғой менің махаббатым. Онымен ойнап жүргенімді білесің. Ертерек бәрі бітіп, тезірек кетсек екен. Иә, екеуінің таныс болуын қарашы. Біз бірақ жарадық, енді жиі кездесіп тұрамыз. Тезірек ақымақ қыздың ақшасын өзіңе аударып ал. Көлікті атыма түсірген бойда кетеміз. Билеттер дайын. Тамаша жұмыс, жаным. Осы сөздердің бәрін естіп, Айша не істерін білмеді. Өз құлағына өзі сенбеді. Раяға көрген жайды айтуға шешті. Рая, саған айтарым бар. Иә, не болды? Айта бер, саған қазір айтатын затыма сабырмен, түсіністікпен қара. Не ол? Түрің бозарып кетіпті ғой. Айта бер, тыңдап тұрмын. Не болып қалды? Bir жерің ауырып тұрма? Рая, Кенжебек сені Саямен бірлесіп алдап жүр. Бұл не дегенің? Түсіне алар емеспін. Олар бізді жоқ, ағам екеуіңді алдап жүр. Енді не істейміз, құрбым? Ол екеуі бір-бірін баяғыдан таниды екен. Сендердің ақшаларыңа қызығып, сендер сияқты адамдарды алдап, сезімдерімен ойнап жүреді екен. Айша Раяға естігеннің бәрін айтты. Рая не дерін білмей жылап тұрып қалды. Мүмкін емес. Ағам Саяға үйленуге ұсыныс жасағанын білесің. Енді осы жайды айтсам не болады? Сені де түсініп тұрмын. Құрбым, жыламашы деп Раяны құшақтады. Bir мәнісі болар, біреу үстімнен су құйып жібергендей болып тұрмын. Енді аған қандай күйде болмақ? Осы сөздерді кездейсоқ естіп қалған Арман, не дейсіңдер? Бұл не әңгіме деп ашуланды. Аға, сабыр сақташы. Қазір бәрін түсіндіремін. Болды, керек емес, Айша. Сая мен Кенжебек келе жатыр екен. Жаным, не жиналыс болып жатыр? Түріңе не болған? Түріңе не болған? Осындай сұрақ қоюға ұялсаңшы. Неге мен ұялуым керек? Не айтып тұрсың? Сен менің сезіміммен ойнадың. Дәл қазір өмірімнен кет. Сені мүлде көргім келмейді. Не деп тұрсың? Сая, азғантай ұятың болса кет қазір. Біз Кенжебек екеуіңнің жоспарларыңды білеміз. Қазір кетіп қалғандарың жөн болар, деді Айша. Кенжебек екеуіңе айтарға сөзім жоқ. Оңбаған екенсіңдер. Кетіңдер, деді Рая. Жарайсыңдар, тамаша. Ақыры бәрін біліпсіңдер, сендер айтпасаңдар да кетеміз. Арман Кенжебекті жұдырықпен ұрып жіберді. Ұятсыз деп Рая да Саяны шапалақпен салып қалды. Маған қол көтеруші болма. Сен кімсің деп Сая Раяны ұрмақшы бола бергенде, Арман оның қолын ұстап қалды. Кенже, кеттік, мына ақмақтармен ақмақ болмайық. Жарақаттанған Кенжебекті тұрғызып бірге кетіп қалды. Арман ашуланып, өзін қоярға жер таппай тұр. Аға, сабыр сақташы, әлі бәрі жақсы болады. Енді еш нәрсе жақсы болмайды. Неге олай дейсің? Бәрі жақсы болады. Сая, осы әлемдегі жалғыз қыз ба? Әлі бақытыңды табасын. Тек сабыр сақта. Иә, сабыр сақтаңыз, деді Рая. Қыздар, өтінемін, жалғыз қалдырыңдаршы мені. Оңаша қалғым келіп тұр. Жақсы, екеу Арманды қалдырып шығып кетті. Рая, саған да ауыр, білемін. Ағамды не істейміз? Екеуіңе неге сондай адамдар жолықты? Мені қойшы, құрбым.
Үйленем деп жүрген адамы алдап кеткені ағаңды уайымдап тұрмын. Жаным, құрбым менің, әрқашан қуанышта да қиындықта да менімен біргесін. Екеуі құшақтасып жылап отырған. Қыздар, неге жылап жатсыңдар? Рая, уайымдама. Сенің құрбыңмен араласуыңа кедергі келтірмеймін. Біз үйленсек те бір қаладамыз. Жыламаңдар, қыздар, деп қалжыңдап екеуін Ержан жұбатуға тырысты. Ержан, сен білесің бе не болғанын? Айша барлық болған жайтты оған айтып берді. Қыздар, жыламаңдар, бәрі жақсы болады. Қазір ағаң қайда? Оны жалғыз қалдырдық, оңаша қалғысы келді. Адамды мұндай жағдайда қалай жалғыз қалдыруға болады? Ол өзі жалғыз қаламын деп өтінді, деді Рая. Айша, Арманды өзіңде білесің ғой, ол өте сезімтал, барлық затты қатты қабылдайды. Өзіне бірдеңе істесе не істейміз? Жүріңдер тезірек, ағама барайық. Барлығы келсе Арман орнында жоқ екен. Есіктегі күзетшіден сұраса, көлігіне отырып кетіп қалыпты. Қоңырау шалса, телефоны өшірулі. Қайдан іздерлерін білмей, естерінен тана жаздады. Достарының барлығына хабарласып көріп еді, ол жақта да жоқ екен. Біраз уақыттан кейін Ержанға телефон соғылды. Алло, сәлеметсіз бе? Мен ауруханадан хабарласып тұрмын. Сіз телефон иесін танисыз ба? Соңғы рет сізге хабарласыпты. Иә, айта беріңіз, ағам болады. Қазір оған ота жасалып жатыр. Ауруханаға тез жетіңіздер. Қай аурухана? Қазір? Жақсы, қазір барамыз. Не болыпты ағама? Неге ауруханаға? Айшаның сұрақтары таусылар емес. Қыздар, сабыр сақтаңдар. Арман жол апатына ұшырапты. Тезірек ауруханаға барайық. Барлығы келді. Айша қатты уайымнан есінен танып қалды. Ержан Айшаның қасында болды. Рая Айшаның ата-анасына хабарласты. Ата-анасы келді. Не болды? Аяқ асты. Неге көлікті жылдам жүргізген? Айша қайда? Кешіріңіздер, Рая болған жайдың бәрін айтып берді. Ата-анасы таң қалып, не дерлерін білмеді. Негізі олар да Саяны ұнатпайтын. Біліп едім, осы қыздың ұлыма сай емес екенін, деп Жазира жылай берді. Асхат әйелін жұбатуға тырысты. Дәрігер келіп, отаның жақсы аяқталғанын айтты. Рая қуанышты жаңалықпен бөлісуге Айша мен Ержанға барды. Айша есін жинапты. Мен бәріне кінәлі. Мен шындықты айтпағанда, ол естімегенде мұндай жағдай болмас еді. Ағам менің кесірімнен қазір ауруханада. Жаныма, өзіңді жазғыра берме. Сен айтпасаң да шындық бір күні ашылар еді. Айша, алаңдама. Операция сәтті өтті. Сен ағаңды үлкен алаяқтан құтқардың. Иә, Рая, дұрыс айтады. Уақыт өте келе Арманның жарасы жазыла бастады. Айша мен Ержан, Рая үшеуі ауруханаға жиі келіп біліп жүрді. Осылай біртіндеп Рая мен Арман жақын достарға айнала бастады. Арман үнемі Раяның келуін күтіп отырады. Өзінің Раяны ұната бастағанын сезді. Бірақ сыр білдірмеуге тырысты. Рая мен Айша бүгін ауруханаға келген еді. Айшаға аяқ асты Ержан қоңырау шалды. Рая, ренжімесең ағама тамағын сен апарып берші. Ержан мейрамхана таңдауға шақырып жатыр. Той жайында сөйлесеміз дейді. Иә, жақсы, алаңдамай бара бер. Рахмет құрбым, сен болмасаң. Рая палатаға кірді. Сәлеметсіз бе, қалайсыз? Жақсы, өзің қалайсың? Айша қайда? Айша келген. Ержан оны шақырып кетті. Бүгін мейрамхана таңдайды екен. Тамақтанып алыңыз. Көп рахмет. Әлденеден уақытта Арман сөз бастады. Рая, саған бір зат айтсам бола ма? Иә, айта беріңіз. Маған бүгіннен бастап сен деп сөйлеші. Сенен не бәрі 2 жас үлкенмін ғой. Өзімді ыңғайсыз сезінемін. Сіз менің құрбымның ағасысыз. Менің де сен деп сөйлегенім дұрыс болмас. Әрі маған да ыңғайсыз. Ештеңе етпейді, үйренесің. Мен сенің ағаң емеспін ғой. Сондықтан өтінемін. Бүгіннен бастап сен деп сөйле. Екеуміз ендігі жақын дос болып кеттік қой. Достар бір-біріне сіз деп сөйлемейді. Жақсы, айтқаныңыз болсын. Міне тағы басталды. Арман күліп жіберді. Кешіріңіз, жоқ, ой, кешір. Жарайсың, енді дұрыс болды.
Осылай екеуінің қарым-қатынасы жақсара бастады. Айша мен Ержан той қамына кірісіп кетті. Ағасын ауруханадан шығарғаннан кейін Айшаның ұзатуы болды. Сосын тойлары, екеуінің бос уақыттары мүлдем жоқ. Жақында көптен күткен бақытты кезеңдері, сол себепті екеуінен бақытты адам жоқ. Ал Жанаділ мен Дана жұп болып жүріп жүр. Жанаділ бос уақытында Раяның да көңілін табады. Бәрі ұмытыла бастағандай. Бүгін Арманды отбасы ауруханадан шығарып алды. Айша мен Рая той көйлегін таңдауға бірге дүкенге барды. Рая Айшаның үйіне келіп жүрді. Айша оған өзінің той көйлегін киіп көруін өтінді. Айша, қалай киемін, не үшін? Неге қалай, көргім келеді, саған қалай жарасады екен? Көйлек қалай көрінеді екен? Сен де қызықсың, өзіңе арнап сатып алған киім мен кие алмаймын. Құрбым, жан құрбым болсаң киесің. Жарайды, жақсы. Рая той көйлегін киді. Осы кезде бөлмеге Арман келіп қалыпты. Арман тосыннан Раяны мұндай күйде көріп көз жанарын ала алмады. Аға, не болып қалды? Не ойлап тұрсың? Қыздар, сендерді тамақтануға шақырды. Қазір барамыз, аға. Рая, саған көйлек тамаша жарасады екен. Рахмет. Айша, қарашы, ыңғайсыз болды. Ағаңнан ұят болды. Несі ұят? Кез келген қыз ақ көйлекті армандайды. Киіп көргеннен ештеңе етпейді. Ерте ме, кеш пе, сен де киесің. Сен де бір бұйырса, иә, арада бір апта өтті. Бүгін Айшаның ұзату тойы. Бәрі қуанышты, бір жағы ата-анасы қимастықпен жүр. Қыз жолдас әрине Рая болды. Жігіт жолдас Ержанның бала күнгі досы Райымбек еді. Айшаның ұзату тойы қымбат мейрамханада өте жақсы деңгейде өтті. Райымбек Раяны бір көргеннен ұнатып қалды. Бұл тағдыр шығар, екеуміздің де есіміміз Р әріпінен. Бұл сәттілік, жақсылық деп қалжыңдап қояды. Оның көз қарасын байқаған Арман Раяны қызғанады, бірақ ештеңе істей алмайды. Себебі ол Раяға ешкім емес. Бүгін Айша мен Ержанның тойлары. Арман оңашада Ержанға Раяны ұнататынын айтты. Ол мені ұнатама, білмеймін, не істеймін? Арман, сенің бұлай жүргенің болмас. Не болса да оған бірінші әрекет жаса, досым. Райымбек те Раяны ұнатып қалыпты. Ертерек қозғалмасаң айырылып қаласың. Райымбек бір ойлаған ісіне соңына дейін жетеді. Иә, мен де байқадым. Бүгін қайтсем де Раяға өз сезімімді айтамын. Той басталды. 2 жас ортада биледі. Тағы да баяу музыка ойнады. Арман Раяны биге шақырғысы келді. Бірақ Райымбек бірінші болып Раяны шақырып үлгерді. Раяда қарсылық танытпады. Арман қатты ашуланды, ештеңе демеді. Сабыр сақтауға тырысты. Той қызықты, есте қаларлықтай болып өтті. Той аяқталды. Рая, сені шығарып салайын, деді Райымбек. Мен Жанаділмен қайтамын, көңіліңе рахмет. Жақсы, ертеңге дейін, жақсы, кездескенше. Дана көлікте Жанаділді күтіп отырған болатын. Рая көлікке қарай келе жатыр еді. Рая, сені бүгін үйге апара алмаймын. Дананы бір жерге жеткізуім керек. Сені Арман апарады. Жақсы, таксимен кете берер едім. Жоқ, жалғыз жүру қауіпті. Жақсы, жолдарың болсын. Рахмет. Арманның көлігі тоқтады. Көлікте екеуі үнсіз келе жатыр. Әуен ғана естіледі. Рая, аздап серуендеп қайтсақ қайтеді? Жарайды. Екеуі су жағасына келді. Көліктен түсті. Аздаған әңгімеден кейін Арман тосынсый жасады. Көліктің артын ашты, шарлар аспанға көтерілді. Қолында қымбат сақина. Рая таңданып тұр. Рая, мен сені шынайы жақсы көремін. Шын жүрегіммен, сенен айырылып қалғым келмейді. Кішкентайда болса маған көңілің болса, менің қызым боласың ба? Менің жұбым боласың ба? Білемін, бәрі тосыннан. Бірақ басқалай жасауым мүмкін емес. Сені жақсы көремін. Арман, бұл енді асығыс шешім болмай ма? Сен жақын құрбымның ағасысың. Білмеймін, мұнымыз ұят болар. Олай ойлама. Барлығы сені ұнататынымды біледі. Тіпті Айша да. Бір мүмкіндік бер, бәрі жақсы болады.
Рая өз келісімін берді. Бұл күн барлығы үшін ерекше есте болар күн болды. Айша мен Ержан ұлды болды. Есімін Данияр қойды. Уақыт өте келе Арман Раяға үйленуге ұсыныс жасады. Рая өз келісімін берді. Қос құрбы бақытты. Достықтары бұрынғыдан да берік, шынайы. Жанаділ мен Дана да үйленді. Бәрі өз жұбын тапқан бақытты отбасы. Шынайы достық жетістікке, биік мақсатқа, бақытқа, арманға, сенімге, жақсылыққа жетелейді. Шынайы достықсыз өмірдің мәні жоқ.